Бухгалтерлік құжаттар, олардың есептегі рөлі мен мәні. Бухгалтерлік құжат, шаруашылық операциясының орындалғанын дәлелдейтін бастапқы жазба. Ол есепке алудың негізгі дәлелі болып саналады. Құжаттардың рөлі, операцияны заңды түрде растау, бухгалтерлік жазбаларға негіз болу, мүлік пен қаражат қозғалысын бақылау, тексеріс пен аудитке дәлел ұсыну, жауапты тұлғалардың жауапкершілігін бекіту. Құжаттар реквизиттері. Құжаттарды тексеру. Реквизиттер – құжаттың міндетті деректері. Негізгілері – құжат атауы, күні, нөмірі, ұйым атауы, операция мазмұны, өлшем бірлігі, саны, бағасы, сомасы, жауапты тұлғалардың аты жөні мен қолы, қажет болса мөр. Құжаттарды тексеру, формальды, толтырылуы дұрыс па, арифметикалық, есептеулер дұрыс па, мазмұндық, операция заңды ма, негізі бар ма, салыстырмалы, байланысты құжаттар бір-біріне сәйкес пе. Құжаттарды жіктеу. Құжаттар әртүрлі белгілер бойынша жіктеледі, тағайындалуына қарай, өкімдік, ақтаушы, есептік, құрама, жасалу орнына қарай, ішкі, сыртқы, қамтуына қарай, бір реттік, жинақтаушы, толтыру тәсіліне қарай, қолмен, электронды, мазмұнына қарай. Түгендеудің мәні, оның түрлері. Түгендеу, инвентаризация, есептегі мәліметтерді нақты бар активтермен және міндеттемелермен салыстыру. Мақсаты, жетіспеушілік пен артық шығуды анықтау, ұрлық білінуді табу, есептің дұрыстығын тексеру. Түрлері, жоспарлы және жоспардан тыс, толық және ішінара, материалдық, тымығы, ақша, негізгі құрал және есеп айырысу, дебитор-кредитор. Міндетті жағдайлар, жылдық есеп алдында, жауапты адам ауысқанда, төтенше жағдайларда, қайта ұйымдастыру тарату кезінде. Түгендеуді өткізу тәртібі, бұйрық комиссия нақты санау өлшеу апис салыстыру ведомосы қорытынды.